Сәлем, достар. Бүгін біз сіздермен көпшіліктің талқылауына түскен жаңа қырғыз фильмі 102 «Сүйүүдө мыйзам жок» туралы сөз қозғаймыз. Төменге пікір қалдырып, ойыңызды бөлісіңіз. Лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз, алда тағы да керемет шолулар күтіп тұр. Ал бастаймыз. Фильм оқиғасы ауылдан қалаға келген жас қыздың алып қашуға ұшырауынан басталады. Қызды кездейсоқ жолықтырған полиция қызметкері оны құтқаруға тырысады. Бірақ оның бұл әрекеті қызметтік ережелерге қарсы. Осыдан кейін олардың арасында күрделі сезім пайда болады. Бірақ бұл махаббат заңға қайшы. Олар махаббат үшін күреседі. Ал қоғам мен заң бұл қарым-қатынасқа қарсы. Бұл жай ғана фильм емес. Бұл ауыр шындыққа негізделген адам тағдырын, махаббат пен заң арасындағы қайшылықты терең қозғайтын драма. 102 «Сүйүүдө мыйзам жок» бұл тек фильм емес. Бұл қоғамдағы зорлық-зомбылық, қыз алып қашу, қызмет пен махаббат арасындағы тартыс туралы айқай. Бұл фильмді міндетті түрде көру керек, әсіресе жастар мен ата-аналар үшін. Басты рөлдерді сомдаған актерлер өз рөлдерін шынайы жеткізе білген. Полиция офицерінің ішкі қақтығысымен қыздың басындағы қорқыныш жүрекке жетеді. Көрермен ретінде сіз бұл кейіпкерлерге сенесіз, жандарыңыз ауырады. Фильмде қолданылған түсірілімдер, музыкалық сүйемелдеу бәрі өз орнында. Әрбір кадр эмоцияға толы, шынайы өмір сияқты. Түсірілім стилі, жарық, дыбыстар бәрі бірге қосылып көрерменге ерекше әсер қалдырады. Сіз бұл фильм туралы не ойлайсыз? Осындай тақырыптарды көтеру дұрыс па? Келесі видеода кездескенше. Бұл кино шолу арнасы еді. Сіздермен бірге болу біз үшін мәртебе.